Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Бекжанова Бақтыгүл Өмірзаковна, Маңғыстау облысы Найлы ауданының номер 7 орта мектебінің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімімін. Біз бүгін 4 сыныптың 32 сабағы жер ортақ үйіміз тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың құндылығы сүйіспеншілік, қасиеттері жақсы көру, қамқорлық, бауырмалдық. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға жер барлық адамға ортақ екенін түсіндіре отырып, сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. Оқушыларға туған жерін жақсы көруді үйрету. Оқушылардың туған жеріне қамқорлық жасау қасиеттерін дамыту. Оқушыларды бауырмалдыққа тәрбиелеу. Сабағымызды 5 ережесінен бастайық. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық сақтайтын болсақ, сабағымыз жақсы өтеді. Ендеше нұрға бөленейік. Денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ қолыңызды айқастырмаңыз. Қолдарыңызды тізеңізге немесе үстел үстіне қоюға болады. Көздеріңізді жұмып елестетіп көріңіз. Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді. Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді, эмоцияңыз бен тілек қалауыңызды шайып, жүрегіңіздің қауызын ашады. Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастағанын елестетіңіз. Ол біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің қолдарыңыз нұрға бөленіп, сәуле шашуда. Қолымыз тек жақсы, ізгі істер істейді және баршаға көмектеседі. Енді нұр аяқтарыңызға тарады. Аяқтарыңыз нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге ғана барады. Олар нұрмен махаббат құралына айналады. Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге тарады. Тіліңіз тек шындықты және жақсы сөзді ғана айтады. Нұр құлақтарыңызға бағыттаңыз. Құлақтарыңыз тек жақсы сөзбен әсем әуенді ғана естиді. Нұр көзіңізге де келіп жетті. Көзіміз тек жақсыға қарап, бәрінен де жақсылықты ғана көреді. Сіздің басыңыз түгелдей нұрға бөленіп, басыңызға тек ізгілі, сәулелі ой келеді. Нұр бірте-бірте қарқын жоғалана бастайды. Сіздің денеңізден шығып, жан-жағына сәуле шашады. Осы нұрды туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге, достарыңызға, таныстарыңызға бағыттаңыз. Нұрды уақытша түсініспей ренжіп жүрген адамдарға да бағыттаңыз. Олардың да жүрегін нұрға толсын. Осы нұр бүкіл әлем барлық адамдарға, жан-жануарларға, өсімдіктерге, барлық тірі жанға таралсын. Ғаламның барлық түп-түпкіріне нұрды бағыттаңыз. Ойша айтыңыз: мен нұрлымын, нұр менің ішімде, мен нұрлымын. Осындай нұрмен махаббат пен тыныштық күйінде отыра тұрыңыз. Енді осы нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз. Нұрға толы бүкіл әлем сіздің жүрегіңізде. Оны осындай әсем қалыпта сақтай біліңіз. Және өзіңізді ашуға болады. Жарайсыздар балалар, ендеше сабағымыздың дәйек сөзі. Менімен бірге бір рет қайталап, дәптерге жазыңыздар. Мықты болсаң, жердей бол. Балалар, бұл халық нақылы екен, осы халық нақылынан қандай ой түйдіңдер? Балалар, мен сіздерге мұғалім сыйы ретінде жақсылық пен жамандық деген видеороликті қосып бергім келіп отыр. Қараңыздар. Ертеде жақсылық пен жамандық деген екі дос болыпты. Күндердің бір күнінде екеуі аттарын жүгендеп, жол азығын түгендеп жолға шығады. Сөйтіп, тоқтамастан бірнеше күн жүреді. Жамандық өз азығын демде таусады да, жақсылыққа былай дейді: менің азығым таусылды,
аштан өлмесем болды. Сонда мейірімді досы: келе ғой, екеуміз бөлісіп жейік, деп өз тамағымен бөліседі. Сөйтіп жүріп екеуі жақсылықтың да бар азығын жеп тауысады. Қомағай жамандықтың тағы да мазасы қаша бастайды. Ол мейірімді досына: біздің азығымыз таусылды, менің қарным ашты. Мен аштыққа шыдай алмаймын, жаяуда жүрге жарамайым. Сенің атыңды сойып, соны азық қылайық, дейді. Жақсылық досына жаны ашып, атын сойып беріп, өзі жаяу жүреді. Бұл етте таусылуға жақын қалады. Жамандық: маған енді бұның еш пайдасы тимес, деген оймен жақсылықты жапан далада жалғыз тастап кетеді. Жалғыз қалған жақсылық арып ашып, әбден қалжырап келе жатып, айдаладағы бір лашыққа кезігеді. Ішіне кірсе тірі жан жоқ, бірақ ортада асылған ет толы қазан қайнап тұр. Ол бұл не қылған тамақ деп саусағының ұшымен дәмін татып көреді, лашықтың төбесіне шығып жатады. Бір кезде арыстан, түлкі, қасқыр лашыққа кіріп, шөу тамаққа отырады. Соң әрбір өзінің көрген білгенін айта бастайды. Бірінші болып түлкі сөйлейді: пәлен деген тоғайда алтын көмілген, мен күнде соны қарауылдап жүрмін, депті. Сонда арыстан: ал мен болсам, пәлен деген байдың күнде бір жылқысын жеп кетемін. Оның ешбір жүйрік аттар маған жете алмайды. Жететін бірақ тайы бар, бірақ оны ешкім білмейді. Бай мені ұстаған адамға бір үйір жылқы беремін деп жарыса алыпты, депті. Сонда қасқыр тұрып былай депті: ал мен пәлен деген байдың бір тоқтысын қарауылдап жүрмін. Бұл байдың науқастанып жатқан қызы бар. Кімде-кім қызын жазса, бай оған қызымен қоса байлығының жартысын беремін деп уәде етіпті. Ал ол қыз әлгі тоқтының бауырын жесе жазылады, депті. Жақсылық бұлардың әңгімелерін естіп алып, таң атысымен жолға шығып, олардың айтқан нәрселерін айнытпай орындап, байлыққа кенеледі. Жылдар өтіп, айлар өтіп, жақсылыққа киімі өрім-өрім, әбден азған, тозған, ұсқынсыз бір адам келеді. Бұның баяғы өзін жапан далада жалғыз қалдырып кеткен опасыз досы жамандық екенін әрең таниды. Жамандық мүләйімсіп: жақсылық жанау, мен саған жамандық қыламын деп осындай халге түстім. Сен маған енді жәрдемдес. Бұл дәулетті қайдан тапқаныңды айтшы, депті. Сонда жақсылық: атам қазақ таспен атқанда аспен ат деген. Сен маған жамандық істегенмен, мен саған жақсылық істеймін, деп өзінің бастан өткен оқиғасын айтып береді. Сосын: сен қазір мына жолмен жүре берсең, алдыңнан лашық шығады. Ол лашықтың ішінде асулы бір қазан ет тұрады. Бірақ сен ол етті жеме. Тек саусағыңның ұшымен дәмін татта, үйдің төбесіне шығып жат. Сонда түлкі, қасқыр, арыстан келеді. Сен олардың әңгімесін тыңдай бер. Олар кеткеннен кейін естіген сөздеріне орай әрекет етсең, сен де байлыққа кенелесің, дейді. Жарайды, дейді де баяғы лашыққа барып кіреді. Жақсылық айтқандай қазан толы ет асулы тұр екен. Қызығып кетіп, шыдай алмай: мына бір жілігін жейінші, деп еттен жеп, сорпасынан да 5-6 рет ұрттап алыпты. Сөйтіпті де үйдің төбесіне шығып жатыпты. Бір уақытта түлкі, арыстан, қасқыр үшеуі күркеге кіреді. Түлкі тамақты көре сала: ойбай, мына еттің тоқпақ жілігі жоқ, омыртқасы жоқ, сорпасы жоқ, біреу жепті, дейді. Сол кезде зәресі ұшқан жамандық тыпырлап кетеді. Мұны естіп қойған сақ түлкі: осы күркісіне шығайықшы, сонда бір бәле бар секілді, депті. Шөу төбеге шықса, жамандық жатыр екен. Олар жамандықты бас салыпты.
сөйтіп жақсылығынан өмір сүріп мақсат мұратына жетіпті. Жамандығынан ит құсқа жем болыпты. Балалар, сіздерге бұл видеоролик ұнады ма? Жақсылық қандай екен? Ал жамандық қандай екен? Бұл видеодағы кімнің ісі дұрыс деп ойлайсыңдар? Ендеше сұрақтарға жауап тауып, ой түйсеңдер, шығармашылық жұмысымызды жазайық. Шығармашылық жұмысқа оқулықтағы 139 беттегі 4-ші, 5-ші, 6-ші жаттығуларды орында. Сабағымыздың аяқталуына да аз қалды. Топпен ән айтайық. Аймақ болмаңда, құлшылық етемін тұрғанға, құлшылық етемін құмдарға, тағзым жасаймын қырларға, шүкірлік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанға. Пай, келін еткен жер, батырлар дүрілдеп өткен жер, тұлпарлар дүбірлеп төккен жер, ғашықтар бір-бірін өпкен жер, сарылып сал сері кеткен жер, басиып иіскеп топырағым, тағзым жасамай